Қайырлы күн жақсыларым, бүгін сіздермен әскери адамдарға ЖКХ-дан үйі жоқ деген анықтаманы қалай алу керек, сол туралы айтатын боламын. Google-ға кіріп справка по нанимателю деп жазамыз, немесе мына электронды адресті жазсаңыз болады. Енді үстінен басып осы сайтқа кіреміз. Осындай бет ашылады. Бізге төмен жағы керек, астына қарай түсеміз. Бірінші қадам деп жазылған, соның астында запрос информации, выберите значение деп тұр, сол жерді басамыз. Егер өзіңізге алу керек болса, для себя, егер балаңызға алу керек болса, балаңызға таңдайсыз. Алдымен өзіңе алғанда қалай болады, соны көрсетемін, кейін балаға. Далені басамыз. Мына жерде екінші қадам, иінді жаз дейді. Мен өз иінімді жаздым. Келесі электронды ключті таңдаймыз, ЭЦП. Мына жерде менің ключім, осының төменгі жағын аламыз. Бұл электронды қол қоюға қажет. Паролімізді жазамыз. Менде орыс тілінде тұр екен, тілін ағылшын тіліне ауыстырып алып, паролін қайта жазамын. Открыть дегенді басамыз. Осытып аты жөнім шықты. Аты жөнімнің үстін басамын. Кейін подписать дегенді басамыз. Экранның сол жағында менің жеке мәліметтерім шықты, оны жауып қойдым. Сізде де өз мәліметтеріңіз көрініп тұр керек. Подписать дегенді басамыз. Күтеміз. Қазір нәтижесі шығады. Міне, результат дегенді басамыз. Бірден сіздің анықтамаңыз өстіп компьютеріңізге жүктеледі. Ашып көреміз. Өстіп үстінде оюлы үйі бар. Бір бет қағаз ашылады. Мәліметтердің нақтылығын бір тексеріп өтеміз. Бәрі дұрыс, өзімнің атыма шыққан. Қағаз егер дұрыс шықса, оның астында осындай примечание деген жазулар болады. Егер ол болмаса, қайта шығару керек. Енді өзіміз бен баланың атынан аламыз. Өзіміздің және баланың иінін жазамыз. Ары қарай тура осының алдында көрсетілгендей жасаймыз. Видеодан қарап отырсаңыз болады. ЭЦП-ның не екенін, қалай алынатынын барлықтарыңыз білетін боларсыздар. Білмейтін адамдар болса, соннан немесе ЕКОВ-тан алуға болады. ЭЦП кілт өзі екі бөлімнен тұрады. Біріншісі кіруге, екіншісі қол қоюға арналған. Мына қол қоюға арналған пайдаланамыз бұл жерде. Сонымен подписать дегенді басамыз. Осы жерден шатасып кетпеңіздер. Нәтижесін көп күтпейсіздер, ары кетсе 1-2 минут тез-ақ шығады. Бұл жерде нәтиже шыққан кезде сіздің иініңізбен қоса балаңыздың иіні да сол туралы мәліметтерде шығады. Жалпы әскери адам пәтерақы ақшасын алу үшін қандай құжаттар өткізуі қажет? Бірінші, өзінің және жұбайының жеке куәлік көшірмелері. Екінші, некені бұзу куәлік көшірмелері. Үшінші, балаларының туу туралы куәліктерінің көшірмелері. Баянат тіркегенге дейін 10 күн ішінде өзіне және отбасы мүшелеріне алынған анықтамалар. Оның бірі ЕКОВ-тан, екіншісін ЖКХ-дан аламыз. Осы видео бойынша қандай да сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде астына жазып отырыңыз, барлығына жауап беремін. Каналға тіркеліп лайк басыңыздар. Назарларыңызға рахмет.